Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай әрі тез дайын болатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер де осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, пиццаларыңыз жұмсақ әрі дәмді болып шығатынына сенімдімін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды шағып ыдысымызға саламыз. Қаймағымызды саламыз. Майонез саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Барлық қоспамызды әбден жақсылап араластырамыз. Барлық қоспамыз әбден араласқаннан соң ұнымызды саламыз. Тағы да барлығы біркелікті араласқанша жақсылап осылай араластырамыз. Біздің тестамыз дайын болып қалды. Енді формамызға салатын боламыз. Формаға салып болғаннан соң майонез бен кетчугімізді жағамыз. Жалпы пиццаның салмасына әркім өз қалауынша қолдануға болады. Мен колбаса мен сыр қолдандым, яғни ірімшік қолдандым. Колбасаны жайғастырып салып болғаннан соң алдын ала қызып тұрған печкеде 10-15 минутқа қойып аламыз. Минуттан соң пиццамызды алып, үстіне ірімшігімізді салып шығамыз. Ірімшікті салып болғаннан соң міндетті түрде 5 минутқа қызып тұрған печкеге тағы да салып аламыз. Біздің пиццамыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады және де тез дайын болады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Әсел, барлықтарыңызға рахмет.